сіз мысалы танымайтын тілдегі әннің сөзін ұқпасаңыз, бірақ сол сөздердің мағынасын түсіне аласыз ба, әнді тыңдап? Я мысалы аспаптық музыка, домбыра дейік, күйді тыңдап, күйдің дәл мағынасы қандай екенін айтып бере аласыз ба? Күйдің әрбір буынының мағынасын. Менің ондай қасиетім жоқ, бірақ менің жарым, марқұм күйші, жазушы Таласбек Әсемқұловтың сондай қасиеті болды. Оның бір мысалын айтайын. Бір Әшім деген 20 ғасырда Қытай жақта арғы бетте Әшім деген күйші болды. Сол Әшім күйшінің бір күйін шамамен 10-шы жылы Таласбек өзінің шәкірті домбырашы Ардаби Мәулеттен естиді ғой. Сосын бір 4 жылдай соны ойлай береді, анда-санда тағы да тыңдайды, ойлай береді. Сосын бір 14-ші жылы ол күйдің аты Кеңес. Аңызы былай да, ауыл жақта бір шал кемпірлер жиналып, ақсақалдар жиналып, бір кеңес құрған екен. Әңгіме дүкен құрған, соған арнап Әшім күй шығарды мыс. Бірақ Таласбек ұзақ ойланып, бір күні түнде телефон соққан ғой Ардабиге. Ардаби, мен бұл күйді көп ойладым. Бұның мағынасы мүлде басқа. Бұл күйді ойласам, бір төбедегі түркінің туы желбіреп тұр. Соған арналған күй. Және де бір қатты өкініш, күрсініс бар деп. Сосын Таласбек айтады, шамасы Шығыс Түркістан Республикасының құлауына арналған күй деп. Сосын енді Ардаби бұл күмәнмен тыңдаған ғой, өйткені бала кезінен сол күйді естейді. Бала кезінен күй сол ауылдағы ақсақалдардың кеңесіне арналған деп сондай аңызды естиді да, күйдің тарихын. Ғылымда оны аңыз дейді, күйдің аңызы. Сөйтіп жүргенде 1-2 аптадан кейін Ардабиге бір адам хабарласады екен. Ардаби ол кезде Қазақ радиосында жұмыс істейді. Бір адам хабарласады, сізбен кездесейін, жолығайын деп едім, сіз менің атамның, немере атамның күйлерін тартады екенсіз деп. Сосын екеуі кездескенде былай болып шығады, ол сол Әшімнің немере інісінің немересі екен. Бұл хабарласып тұрған адам, я баласы екен. Сол адам айтады, мынау Шығыс Түркістан Республика құлағаннан кейін, басшыларын өлтіргеннен кейін, сосын күшпен оны Қытайға қосқаннан кейін, бұрынғы әңгімелер бәрін өшіруге, ұмытуға тырысқан ғой, өйткені репрессиядан қорыққан ғой. Ал оның әкесі ма, атасы ма бұл жаққа келген, совет шекарадан өтіп кетіп, Совет одағына кірді да, кейбір құжат, кейбір фотоларын сақтаған екен. Содан белгілі болғаны, атасының өзі сол әскерде соғысты, түрік халықтардың тәуелсіздігі үшін, ал Әшім күйші соғыспаса да, ол мынау Шығыс Түркістан Республикасының басшыларымен дос болған екен. Соларды аярлықпен өлтіргеннен кейін, соларды жоқтап шығарған күй екен. Сонда Таласбектің мынау желбіреп тұрған төбен басында желбіреген ту елестейді мен бұл күйді тыңдағанда деген сөз осыдан шыққан екен. Күрсініс, өкініші да сол болмай қалды. Тағдыры тым қысқа болды сол түрік мемлекетін. Қазіргі мынау Суар, Синьцзянь-Уйғур автономияның территориясында болған ғой бұл дүние. Сондай нәрсе. Біз осындай күйлерді қазір